Ассалаумалейкум, құрметті футбол сүйер қауым. QGL Live тағы да тікелей эфирде. Біз QG Лига туралы сөйлесеміз. Студия тізгінінде мен Эльдар Аманбай және біздің бүгінгі қонақтар QG Лиганың эксперттері, танымал комментаторлары Ернұр Дүйсенғазы және Бақдәулет Ерғали. Жігіттер, қош келдіңдер. Қош көрдік. Ассалаумалейкум, армысыздар, құрметті жанкүйерлер. Әдеттегідей, үйреншікті жай. Үйреншікті обстановка, 13-ші турның ойындары болады, бірақ дегенмен де 12-ші турның ойындарында бір еске салып өтейік, өйткені өте қызықты ойындар болды. Турнирлік кестеде бір-біріне жақын болған, мысалға Шахтер мен Ордабасы қандай керемет ойнады, Қарағанды 3-2 есебімен. Ендеше құрметті көрермендер, 12-ші турдың ойындарын сіздермен бірге қазір тамашалайық. Бұл жерде енді Инспорт телеарнасында 2 ойын тікелей эфирде көрсетілді. Әдеттегідей, алғашқысы Ақтөбе Атырау батыстық дерби, бұл жерде Атырау командасы 3-2 есебімен біз Ернұр екеуміз студияда айтқандай жеңіске жетті, және Астана командасы міне бір сенсация деп те айтсақ болады, өйткені Астана қазір осы маусымда ала-құла ойнап жүр, ал Тараз өте мықты командалардың бірі, және осы ойында жеңген болса, онда 3-ші орынға тіпті тұрақтап жүреді. Жігіттер, осы 12-ші турның ішінде қандай ойында атап өтесіздер? Енді бірден ассалаумалейкум тағы да. Енді бұның ойындарының ішінде бір айтатындай, енді былай айтсақ болатын шығар, екінші айналым ғой. Екінші айналым болғаннан кейін екінші айналымда бірінші айналымда жол болмай жатқан командалар өте жақсы бастады. Соның бірі жаңағы Астана командасы, және екіншісі Жасқыран. Және Қайсарды Қайсарды ұмытпайық, Қайсар да жақсы ойнап шықты. Енді осы 3 команданың ойыны таңғалдырды деп айтуға келеді. Өйткені толық негіз бар. Жаңағы ойын есебіне қарасақ та, жігіттердің ойынына қарасақ та. Енді дәл бірінші ойын Қайсар Ақсу ойыннан бастайық, оны Бақдәулет. Сол ойынды өзің көрдің, сараптадың. Қалай Қайсардың жігіттері қазір екінші айналымда жақсы бір орындарға көтеріле ала ма? Жалпы енді Қайсардың ойындарын айту өте түсініксіз қиын ғой, жалпы айтып жүрмін осыған дейін. Бір гол соға алмай қалатын моменттерінде деп. Енді осы 4-1 Ақсумен ойынды қарасаңыздар, ашып қарасаңыздар протоколын. Осыған дейін шықпаған ойыншы негізгі құрамда шыққанда, және алғашқы 3 гол осы Ақсуға гол салып тұр. Өзі осы QG-дің тарихында 3 гол салған, 3-інде осы ойында салып тұр. Бір ойында салып тұр. Хет-трик жасады. Осындай бір қызықты жайттар болған Қайсардың ойында. Рүстемұлы қайта оралды. Қайта оралды, жарақаттан. Былтырғы маусымда. Алдыңғы бағдарламаларда Ернұр, сен Қайсар командасына сенбедің, Қайсар соңғы орын алады, ойыны нашар, ала-құла, оны Равиль да айтып жүр, оны Бекежан да бір-екі студияда қостады. Енді екінші ойын қатарынан ұтқан Қайсар Ақсуды артқа тастап, турнирлік кестені Ақтөбенде артқа тастап, турнирлік кестеде 10-ші орынға тұрақтады. Жалпы сен Қайсарға әлі сенбейсің бе, әлде бұл тек қана жаңағы өзінің деңгейлес командалармен ойнауы, келесі турларда Қайсар міндетті түрде ұтылады деген бір факт па? Енді менің ойымша Қайсар бұл бірінші турда сол бірінші айналымда жіберген қателіктерден бір сабақ ала бастағандай. Кеш емес пе? Не жоқ, неге кеш? Өйткені екінші айналым. Қарасаңыз, мына жерде бірінші орыннан Қайратпен Қайсардың ұпайын біршама ұпай, бірақ десе де үздік 6-лыққа кіруде Қайсарда күш бар негізінде ше. Каспийда 20 ұпай, Қайсарда мысалға 9 ұпай, арасы 11 ұпай. 5-6 ғана ойын десек болады. Енді менің ойымша Қайсар командасы жаңағы Рүстемұлы оралып жатыр жарақаттан айығып, және ойыншылар да дер кезінде қосылған сияқты. Осындай ойыншылар да бір өткенде турда да жеңді, осы турда да жеңді, бір жақсы бір кураж ұстап алып, осы бір әдемі серпіліспен Қайсар тағы да ұпай алатын секілді. Енді көрейік барлығы уақыттың еншісінде, бірақ Қайсардың осы Ақсуға қарсы өткізген ойыны өте жақсы болды деп мен толыққанды айтамын. Және бұл командалардың ішіндегі жалпы ойыншылардың да уақыт өте келе де бір осы QG Лиганың маусымына енді бір ашылып, бір ойнай бастағанды да бір байқаған сияқтымын. Енді осы жерде Қайсарды тағы толтырып кетейінші. Астана Таразды ұтты ғой, 4-ші орында тұрған Таразды ұтып жіберді, 3-ші орынға көтерілуге мүмкіншілігі бар команданы ұтып жіберді. Бірақ сол ойында біз Тараз ұтады деп осы студиялық бағдарламада айттық, бірақ құрамды қарамадық. Мысалы, көрдің ғой? Енді ол ойын қазір жеке тоқталған дұрыс шығар. Бірақ енді алдағы ойында 13-ші турда Астана мен Қайсар кездеседі ғой. Осы жерде қызылордалық команданың шама-шарқын көруге болады. Өйткені егер Астананы жеңетін болса, онда Астанаға 15 ұпай болады, Қайсарда 12 ұпай болады. Одан кейін ар жағында 2 тур Ақтөбе мен Тобыл. Тағы Қайсардың жанында жүрген командалар. Осылардың барлығын жеңетін болса қызылордалық команда, онда жаңа Ернұрдың сөзімен қосыламын толықтай. Үздік бір 7-6-ға кіріп кетуге, 10-дықтан қарай асып кетуге. Кіруге болады. Астананың жеңісі, және айтып өттік, Астана Тараз ойыны 2-0 есебімен аяқталды. Көптеген мамандар, енді сіздер де Астананың мен өзім болдым сол ойында. Күтпеңіздер, Ернұр, сен сол футболшылардан енді сұхбат алдың, таразский характерді естідік, тараздықтар ұтамыз, жеңіс
үшін келдік Астана деп. Астанада енді күнде келе бермейді ғой бұл қалаға, иә. Сол себептен бұл жерде енді сенсация бағаланды Астананың жеңісіне. Бірақ ойынға қарасақ Астана сенімді түрде жеңіске жетті. Шын айту керек, мен енді ойынды сыртынан бағалап тұрдым ғой. Астананың жігіттерінің атмосфера қалай жалпы? Кежелеген атмосферасы өте керемет, өте жақсы, бірақ мынау жанкүйерлер жағына рұқсат етілмейді екен. Көп ата-ана жиналмауға, жалпы сондай жағдай жасалмаған екен. Және орында жоқ енді, орында отыратын. Әйтпесе былай өз команданың жалпы жігіттердің жаттығуында байқап жатырмын. Ұйымшыл жігіт. Астананың жігіттерінде бір күшті бір ұйымшылдық бар. Ал Тараздың жігіттеріне енді мен жақсы байқап жатырмын. Және сол ойында Тараздың ойыншысы Нұрдәулет Орынбасар өткенде QG лигаға құрамға ілініп, жарақатына байланысты ойнай алмай қалды. Және сол ойындардан кейін бұл ойыншыны Бастапкер мырза негізгі құрамға шығарудан бас тартыпты. Енді мен өзім медофицермен сөйлестім. Жалпы Нұрдәулет өзі команданың ішінде өте ерке бала дейді да, өте ерке бала. Жұлдыз ауруы емес пе? Кішкене жұлдыз ауруында да шалып қалды дейді анау сол QG лиганың сол ойыннан кейін. Орнына келсін деп. Содан кейін бір енді командада бір келіспеушіліктер болып бастапкермен, одан кейін бастапкер айтқан екен, сен осы ойында шықпайсың мүлдем. Заявкаға қоспаймыз деген екен, бірақ заявка қосқан. Заявка қосқан енді. Ал есеп қандай болып жатса, жеңіліп жатса енді міндетті түрде шабуылшылар керек қой, шығаруға қорыққан енді оны алып тастауға. Солай енді Тараз командасы қосал құрамдағы шабуылшылармен ойынды бастады. Жаңағы Нұрдәулет Орынбасар шықпады, тағы бір ойыншысы шықпады негізгі құрамның. Жалпы жігіттер ойынды бастағаннан-ақ Астананың қорғанысы мықты екенін байқап қалдым мен. Анау Сағын мен оң қапталда Кучеревенко деген ойыншы бар. Осы аптаның үздік ойыншылар қатарына енді. Сол екі ойыншы жалпы қорғанысы тас қамалайтып ұстады ғой, негізін айту керек. Және сол ойында ең бір жақсы ойнаған қапталдағы ойыншылар деп айтушы едім. Астана командасын қапталдағы оң қапталдан өте керемет Алан Азамат деген ойыншы бар. Біздің жалпы Зумрат Жұматай екеуі біздің студияларға келуге жалпы келісім берген. Зумрат енді өзі келді. Келесі турда Аланды да осы біздің студиядан көретін шығармыз. Аланның енді өзінің бағдарлы ойын жүргіздің, қарадың ғой. Қаптал арқылы қалай ана жігіттерді алдап, қиратып, қопарып, қақпаның алдына дейін барып пас береді. Өзі гол соқпайды, әріптестеріне пас берді. Өзіне гол соғатын мүмкіндік болды. Бірақ ол екінші гол соқты. Бірінші таймда айтты, бірінші таймда кәдімгідей Астана мықты ойнады. Сол жігіттердің жалпы ауызбіршілігі, жігіттердің жақсы дайындығы көрініс тапты және Тараз командасын сол ойыншылардың ішіндегі бір кикілжің, сол жаңағы жұлдыз ауруына шалықты деп жатырмыз ғой. Командалық химия жоқ дейсің ғой бұрынғыдай. Сол бұрынғыдай болмаған себепті де ол жігіттер бірінші таймда аса бір керемет ойнай алмады. Және шабуыл да жоқ болды баға көріне. Бақдәулет ол енді Ернұр өте керемет мағлұматты айтты, фактілерді айтты. Экран енді көрдің ғой, жүргіздің ғой. Ойын барысында сен көрдің бе Тараз командасында бір командалық химияның жоқ болуы немесе ол байқалған жоқ па? Жалпы бұл жерде Тараздың жеңіліп қалуы бірнеше себептер бар, бірнеше факторлар болды менің ойымша. Біріншіден ол негізгі құрамның, бапкердің негізгі құрамды бұрыннан шығып жүрген жігіттерді емес, көбіне қосал құрамнан шығып жүрген жігіттерді шығарды. Жаңа біз тек қана Нұрдәулет Орынбасар ғана тоқталып отырмыз ғой, басқа да ойыншылар бар, тіпті негізгі құрам, жалпы сол ойынға құрамға ілікпей қалған ойыншылар бар. Бұл мүмкін енді жоғары қарай дубльге қарай көтеріліп кетті ма ол ойыншылар, білмеймін енді ол жағынан. Бірақ бапкерлік мен сұрадым соларда. Ол жігіттер кубокты ойнады Таразбен бірге, жалпы чемпионатта өздерінің лигаларында жаттығу жасап сол командада қалатында секілді көрінді, өйткені QG лигаға олар қайта оралмайды екен. Неге? Өйткені мен сұраған едім, айтып отырды, ол жақтың жалпы регламенті бойынша андамында жүруге болмайды екен, тек заявка кірді ма болды. Толыққанда сол жерде ойнап беру керек екен. Және соның барлығын, ақпараттың барлығын Тараз командасының медиа офицерінен өзім алдым. Мінекей осындай жайттар бар. Біріншіден команданың бұрыннан ойнап келе жатқан, үйреніп қалған команданың шықпауы. Екіншіден екі команданың ойынға шыққан кездегі характерлі мінездерін, көзіндегі оттарын қарайтын болсақ, Тараздың ойыншылары енді жаңа Ернұр түсіндіріп айтып отыр ғой, команданың ішінде жаңағыдай кикілжіңдер болып жатқан секілді, мүмкін содан да шығар, жігіттердің көзінде от жоқ мүлдем. Осыған дейін Тараздың ойындарын қарайтын болсаңыздар, соңғы 3 турда 2-1 есебімен жеңген, көбіне кэмбэк жасаған. Оның алдындағы ойында 4-3 есебімен жеңген, оның алдындағы турда, 4-ші турда. Осындай ойындардың барлығында кэмбэк арқылы жеңіп келді, бірақ біз күттік. Бұл жерде сосын көздерінде от болмады деп отырдық, бұл екінші жайт. Үшіншіден енді Тараз командасы бірінші голды жылдам жіберіп алды. Қорғаушының қателігі, 2-ші номер немесе 5-ші номердегі қорғаушының пас беру кезіндегі қателігі Арсен Ахметовті қақпашымен бірге-бір шығып кетуіне мүмкіндік жасады да, ол гол салып кетті да. Осындай гол салып алғаннан кейін Астана командасы Юнурдымен толықтай келісіп, қорғанысы тас қамал бекініп алды. Ортадағы жартылай қорғаушылар қорғанысқа көмекке келді да, мүлдем Тараз командасы мүмкіндік болмады. Енді осы жерде жаңа Нұрдәулет Орынбасар 2-ші таймда шықты ғой.
ол кішігірім өзгерістер енгізе бастады. Кәдімгідей қорғаныс аша бастады, доптағы жақсы алып жүгіреді екен, және жылдам қозғалады, және физикалық тұрғыдан да қарсыласпен допқа талас кезінде жақсы жағынан көрсетіп отыр. Енді ол жігіттің ойындарын өте көп көрген емес, мен Тараздың ойындарын осыған дейін жүргізген жоқпын ғой, тек протоколдан көремін. Біздікі енді жалпы басқа командаларды жүргізіп жүрмін. Сол ойында көрдім, кәдімгідей ол жігіт жанып тұр, өзін дәлелдеуге барынша тырысып жатыр. Осы бапкерлік ұжымның сонда жігіттерді жандыра алмағаны, жігіттердің құрамды дұрыс таңдамағаны мүмкін жеңіліске алып келген сияқты. Астана командасы жеңіске жетті. Тағы да бір команда, оңтүстік Астанамыздың командасы, бұл Жасқыран командасы да сенімді түрде өз алаңында жеңіске жетті. Өйткені соңғы турлары Жасқыран тіпті жеңістен көз аспай жүр. Бұл командаға не болған? Былтырлары 2-ші орын алған, Ақтөбе 3-ші орын алған. Қазір Жасқыран 7-ші орында, Ақтөбе 11-ші орында. Жасқыранның жеңісі 3-0. Ернұр команданың арғы ойындарына, арғы турдағы ойындарына әсер ете ме? Команда Астана, Қызылордалық Қайсар секілді сол жеңісті сериясын жалғастыра ала ма? Енді екінші айналымда күтуге болатын секілді негіз бар ғой. Жаңағы Жасқыран, Қайсар мысалға, Астана, Ақтөбе мысалға, Ақтөбені күтуге болады мысалға. Өте жақсы ойындарын көрсетіп келе жатыр. Және енді Жасқыран командасы бұл ойында негіз жеңіске жетуі тиіс болған. Неге? Өйткені олар келесі турда Қайратпен ойнайды. Қайратқа қарсы сен мінезі жақсы бір мотивациямен шықпасаң, Қайратқа анау команда шыдас бермейді. Былтыр 2 рет ұтып шыққан Жасқыран. 2 рет ұтып шыққан. Биыл бірде 2 ғана, бір доп айырмашылығы ғана ғой. Сол себепті Каспийді ұту менің ойымша Жасқыранның бүкіл күшін сол ойынға салған секілді. Өйткені Жасқыран өткен ойындарда көрдіңіздер ғой, болмашы бір әрекеттерде дұрыс ойын көрсете алмай жатады. Және бір риза болғаным, мынау Жасқыран командасы жалпы 2 голды бірінші таймда соғып алды сол ойында. Өте жақсы ойнады. Неге? Өйткені бас бапкердің тапсырмасы мынадай болды ғой. Тезірек гол соғып алайық. Содан кейін асықпай қорғанысымызды реттейміз. Және тез гол соққаннан кейін Каспийде бір есеңгіреп қалды ма, кішкене жігіттер қайта-қайта шабуыл жасайды, бірақ бір голға айналдыратын нәтижесіз сәттер өте көп болды. Жаңағы Каспийдағы ойыншы бар ғой, плеймейкер деп айтуға болады, Нұрсұлтан Абдулла деген. Өте мықты, анда-мында жүгіріп, топтарды тасып, жеткізіп, қайта-қайта әуелетіп лақтырады, қайта-қайта пастарын береді. Бірақ Жасқыранның қорғаушылары ол ойында енді сөзсіз үздік болды. Әуедегі доп талас кезінде де мен өзім көріп отырдым. Әрқашанда сол алматылық жігіттер жеңіске жетіп отырды. Каспий білмейміз енді күші жетпей қалды деп айтуға келмейді, бірақ ойын жақсы ойнаған секілді көрінеді, бірақ гол соға алмады да. Бірде-бір гол соға алмады. Ал Жасқыран енді сөзсіз браво. Дәл осы қалпынан таймай келесі турда Қайратты жеңіп кетсе, онда тіпті тамаша. Мықты. Жалпы Жасқыранның да қазір өзінің орнынан көтерілуге, тіпті 3-ші орынға көтерілуге бар болған 6 ұпай ғана айырылып тұр. 15 ұпаймен тұрса, оның алдында тұрған Атырауда 18 ұпай, оның үстінде тұрған Каспийде 20 ұпай, одан кейін енді 21 кіммен, Ордабасымен, Тараз 21 ұпаймен тұр. Енді бар болған 2 ойын жеңсе, онда Жасқыран қуып жетеді 3-ші орынға. Әлі де мүмкіншілік бар. Сол лидерлердің таласы болды. Шахтер өз алаңында Ордабасын 3-2 есебімен ұтты. Өте керемет ойын болды. Жалпы бұл ойында көптеген мамандар 2-ші орынның тағдыры шешілді дегенге сенесіздер ме? Меніңше әлі ерте сияқты. Өйткені енді жас өспірімдердің футболы болғандықтан бұл жерде кез келген ойында сенсация болуы мүмкін. Шахтер енді сенімді түрде деп айтуға болмайды, бірақ ойын жағынан жеңіске жетті. Асылбаев, Макридов, кім бар, Алейниктер өте тамаша ойнап жүр. Қапталдағы 2 қорғаушы, 2 ағайынды қорғаушы, жалпы команданың деңгейі, бабы өте керемет. Және Шахтер бұл ойынды ұтып, 2-ші орынға және Қайрат командасын бас бәсекелес ретінде атанды. Енді мен жалпы студиялық бағдарламаға шыққан сайын, мен Шахтерді әрдайым айтамын, 2-ші орын алатын команда. Қайраттан кейін 2-ші орын Қайратқа талас салатын команда, осы Қарағандылық команда деп әрдайым айтып жүрмін. Тұрақтылық бар ғой. Өйткені команда тұрақты. Атыраудан жеңіліп қалды бір ойын. Бірақ оның алдында ойындарында ешқайсысында жеңілмеген. Тек қана Астанаға ғана ғой деймін, маусымның басында бір жеңіліп алды. Одан кейін барлығын жеңіп келе жатыр. Және қарасаңыздар, тұрақтылық неде? Бір айқын басымдықпен де жеңіп жатқан жоқ. Немесе бір қатты бір жеңіліп те жатқан жоқ. Бір гол айырмашылығымен ғана жеңеді, көбіне 2 гол айырмашылығымен. Жалпы ойынды басқара алатын команда. Шахтер сырт алаңда да, өз алаңда да 6-6 ойыннан өткізген, өз алаңда 4 ойында жеңіске жетті, 2-де жеңілді, 2-де сенсация, бір топовый командалардың емес. Ал сырт алаңда тіпті бірде ойында жеңілген жоқ. 3 жеңіс, 3 тең жеңіс, және соның біреуі 3-ші турдағы Қайратқа қарсы ойын. Тіпті Шахтердің қазір 2-ші орын алатынына сенесің бе, Ернұр? Әлде бір тағы бір андай бір қитұрқы моменттер болып қала ма Тараздағы сияқты? Негізі сенуге болатын сияқты Шахтерға. Жаңа баға өтіп жатыр, тұрақтылық бар командада. Және бапкерлік құрамы өте жақсы жұмыс істейді.
оның бір дәлелі сол Андрей Финонченконың жоғарғы клубқа өтіп кетуі мысалға деймін. Негізгі командаға кетуі. Сол секілді бапкерлік құрам өте жақсы жұмыстар жасап жатыр, және жігіттердің сапында байқасаңыздар, Аман Асылбаев әр тур сайын аптаның үздік ойыншысы болып жатады. Әр апта сайын қарап отырасың, және осындай жігіттердің әр ойында жанып беріліп ойнаған арқасында Шахтер мүмкін екінші орын өте мықты. Алдында қақпашыны айттым ғой, Ян Лаловты. Ян айту керек. Лалыстарға қатысты да, бірақ шықпай қалды, бірақ сол кезде көп хейт кетті. Неге шықпайды? Өйткені Күйчи Лиганың жанкүйерлері біледі, Ян Лаловтың қалай қақпада тұратынын және қандай керемет сейвтер жасаған. Ең аз голдар өткізетін қақпашылардың бірі. Қайратқа қарсы керемет сейв жасады. Енді 35 удар жасалды ғой, соқ Шахтер өте керемет. Енді Қайрат туралы айтпасақ та түсінікті. Қайрат тағы да жеңіске жетті. Осы жолы Қостанайда Тобылды 6-0 есебімен ойсырата ұтты. Қайрат бірінші орында. Ендеше құрметті көрермендер, турнирі кестеге де бір қарап өтейік. Бұл жерде енді бірінші орында Қайрат, екінші орында Шахтер, үшінші орында Ордабасы. Астыңғы аймақта да өте керемет. Ақсу енді бізде соңғы команда, оның Ақсудан кейін бізде алдында Ақтөбе, одан кейін жаңағы сенің Қайсарын. Жалпы үстіңгі жақта да енді чемпион белгілі шығар, 99% Қайрат болатын анық. Бұл 5-6 турда шешілетін мәселе деп ойлаймын, өз жеке басым. Өйткені қазір жас кран тоқтатпаса Қайратты, онда басқа клубтарға өте қиын. Сол себепті екінші, үшінші жалпы бестік үшін талас өте керемет. Сол Астана, сол Атырау, Каспий барлығы бестікке таласуы мүмкін. Сенің ойынша Ернұр, алғаш 5 команда қандай тізім болады? Бізде Қайрат түсінікті, екінші, үшінші, төртінші, бесінші орынды кім алады деп ойлайсың? Менің ойымша жас кран мен үздік бестіктен көремін. Бестікті көресің, Үздік бестікте жас кран міндетті түрде болу керек. Және Шахтерді алып қояйық. Шахтер міндетті түрде, бұл командаға сөз жоқ. Әр ойын сайын өте жақсы. Былтырларда естідіңіз ме? Шахтер соңына дейін екінші орынға таласты, бірақ соңғы турлар ала-қала өнер көрсетті де кіре алмады. Одан кейін менің ойымша Тараз бәлкім кешегі Астанадан жеңілген сәттен кейін бәлкім бұлар сабақ алып жақсы ойнап кететін шығар, жақсы ойнап жүрген команда. Сол себепті Таразды күтеміз, үздік 5 команда. Бағдәулет, Ернұрмен келісесің бе, әлде сенің бестігінде Каспий, немесе Атырау, Қайсар мысалға? Қайсар бар шығар. Қайсар бар. Енді Қайрат, Шахтер, Ордабасы алғашқы 3 команда міндетті түрде қалады. Биылғы командалардың ойына қарасақ, жалпы осы 3 команданың ойын тұрақты және әдемі болып өте жақсы. Енді қалған 2 команда келетін болсақ, Тараз енді Ордабасымен ұпайлары тең ғой негізі. Бірақ дегенмен Тараздың кешегі құрамына қарап, жаңағыдай өзгерістер болады, команданың ішінде жаңағыдай шикілік болып жатыр дегеніне қарап, мен білмеймін. Тараз мүмкін алдағы ойындарында біраз жеңілістерге ұшырауы мүмкін. Өйткені Каспийді білесіздер, 10-шы, 8-ші орында жүрді да, команда жиналып алды да, қазір команда 4-ші орында жүр. Осындай Күйчи Лигада бір 2-3 ойыншының ойыны көп не жұрт басында емес, аяғында емес, ортасында жүрген командалар соңғы мезетте шығып кетеді ғой алға. Сондай команда Каспий болуы мүмкін дейсің. Иә, Каспий болуы мүмкін. Немесе жас қыранды да қосуға болады. Осы 6 команданың ішінде 5-еуі таласады деп ойлаймын. Жалпы өте керемет мотивация ғой, өйткені маусым аяғында Күйчи Лиганың несі өтеді ғой, Эйворс өтеді, Алматы қаласында биыл да сол жақта жоспарлануда. Сол себепті екінші, үшінші орындағы командалар міндетті түрде бүкілі жаңағы бапкерлік құрамы бар, қызметкерлері бар, футболшылары барлығы сол Эйворсқа барып, сол Күйчи Лига басшылығынан медальдарды алады. Ол да керемет мотивация, ол да күшті. Ендеше құрметті көрермендер, бізде 12-ші турдан кейін сұрмергендер тізімінде өзгеріс әзірше онша көп емес, сол баяғыдай солай қала ма, қалмай ма. Дастан Сатпаев бірінші орында. Азамат Тұяқбаев кеше хет-трик жасады. Сатпаев 1 гол соқты да, Тұяқбаев хет-трик жасады. Егер Тұяқбаев осылай кішкене жақындады. Қайратта негізі былай ғой, 9 гол енді жақындағанда, айырмашылық. Жалпы Қайратта осы 2 ойыншы көп таласатын сияқты. Былтырларда сондай болды ма? Иә, былтырда сондай болды. 2-3 ойыншысы таласты. Және одан бөлек Исмаил Бекболат бар. Қайраттан жалпы сұрмергендер кестесін қарайтын болсақ, 5 ойыншының 4-еуі Рамазан Бағдат, Исмаил Бекболат, Азамат Тұяқбаев және Дастан Сәтбаев. Тек қана Ордабасыдан Бағдәулет Нұралы ғана бар, менің аттасым. Қалған барлық Қайраттың ойыншылары. Иә, керемет. Енді 13-ші турда өзгере ме, бұл тізім өзгермей ме, ол уақыт еншісі. 13-ші турда Инспорт телеарнасы әдеттегіде 2 ойын көрсетеді. Жалпы 3 тамыз күні бізде Ақсу Ақтөбе өте уақыт ерте ойнайды екен, сағат 2-де түскі 17:00-де Инспорт телеарнасында Тараз Ордабасы ойыны, 19:00-де Қайсар Астана, ал 4 тамыз күні жексенбі күні Қайрат Жасқыран. Бұл турдың ең бір көптен күткен ойындарын бірі Алматыда 17:00 дәл осы ойынды сіздерді тікелей эфирде тамашалайсыздар. 18:00-де Каспий Шахтер және 19:00-де Атырау Тобыл ойыны. Ендеше құрметті эксперттер, сол Тараз бен Ордабасы ойына кішігірім
көшсек, Тараз туралы біз айттық, енді Тараз өз алаңында қазір кішігірім бір рухты көтеретін ойындардың бірі, себебі егер Ордабасы бұл ойында жеңіске жетсе, онда екі команданың арасында қайтадан 3 ұпай басымдық Ордабасыда болады, иә? Таразға өз алаңында ұту керек. Себебі Тараз алғашқы турларда, нақтырақ айтсақ, екінші турда Ордабасыдан ұтылған. 2-1 есебімен, ол жерде Темірлан Төребек алғаш Тараз сапына салса голды, соңғы минуттарда Жанали Есналиев дубль салып, Ордабасыға маңызды 3 ұпай сыйлап әкелді. Тағы да бір керемет статистика, ол Тараздың үйіндегі өте керемет ойыны. 5 ойын, 4 жеңіс, 1 жеңіліс, ол 1 жеңіліс енді Қайратқа болып тұр ғой енді. Жалпы өте керемет ойнап жүр. Бұл ойынға Баудағылет сенің болжамың қандай? Кім ұтады, тең есеп бола ма, әлде Ордабасы ма? Жалпы қалай ойын өрнегі, қандай ойын болатынына сенесің? Енді сен жаңа Таразда айтып жатсың ғой, қалайда жеңу керек үшінші орынға. Бірақ Ордабасыға да жеңіс керек. Өйткені ол екінші орынға көтерілуге мүмкіндік болды. Шахтермен, Қарағандылықтармен талас кезінде жеке кездесуде жеңіліп қалды. Шымкенттің жігіттері меніңше бірақ енді статистика қарасаң 5 ойында шымкенттіктер сырт алаңда тек 2 рет жеңіске жеткен, 3-інде ұтылған. Бұл статистика, бұл сандар сені Ордабасы сырт алаңда нашар ойнамай ма деген бір неге болмай ма? Қалай айтады, ойға жетелемей ме? Ойға жетелейді, бірақ дегенмен Ордабасы командасы айтып отыр ма, кеше негізі екінші орын алады деп жанкүйерлер күткен, бапкерлік ұжымда солай талап қойған жігіттерге. Шахтермен жеке кездесу осы екінші орынның тағдырын шешеді деп бағана өзіңде айттың ғой, дәл сондай болды. Екінші орыннан айырылып қалды. Енді Таразбен үшінші орынға талас кезінде жігіттерді қамшылайтын шығар, нағыз қамшылайтын сәттері келді. Енді оның үстіне Тараздың ішіндегі жаңа жағдайларын шешіп алмаса, онда команданың жағдайы үйде болсын, қонақта болсын қиын. Ернұр, Тараз медиа офицер басқа не айтты? Осы матчқа бір ойын білдірді ме екен, жалпы номинал болатын сұрау керек. Не деп жатыр? Бермейч. Тараз бұл ойынға жақсы дайындықпен барады, өткен ойында жаңағы сабақ алады дедік. Ордабасыда енді мотивация бар. Екеуі де ұтылған. Екеуі де ұтылып қалды ғой соңғы ойындарында. Енді менің ойымша Тараздың сырт алаңдағы ойындарынан қарағанда, өз алаңында ойындары жақсы. Бұл жігіттер өз алаңда өтетін ойындардың бір 80%-ын бір жақсы жеңіске аяқтайды. Және менің ойымша бұл кездесуде тең есеп болса да, өйткені мен таңғалмаймыз. Неге? Өйткені екі команданың былай қарағанда шама шарқы теңші негізі. Шама шарқы, футболшылардың деңгейі бір сияқты менің ойымша. Жаңағы Нұрдәулет Орынбасар мен Бақдәулет Нұралын салыстырайықшы екі шабуылшыны. Екеуінің де шабуылдағы жалпы әрекеттері, гол салу көрсеткіштері бір шамалас келеді. Орталық шабуылшыларында тұрақты түрде шабуылшы бар деген сөз екеуінде де. Және ойыншыларын қарасақ, сапа жағынан да жалпы тең деп айтсақ болады. Тараздың да қорғаушыларының ішінде ірі денелі қорғаушылар бар. Ордабасы дәл солай ғой. Физикалық күш ауқаты бойынша бұл жерде екі команда тең деген келеді. Енді бұл кездесу менің ойымша, менің жеке пікірім, тең есеппен аяқталатын сияқты. Голдар болады, сөзсіз голдар болады. 2-2-мен аяқталады, немесе 1-1, 3-3. Бірақ тең есеппен аяқталса, бір матч бір заңды түрде бір әдемі бір аяқталатын секілді. Өйткені мен Тараз Ордабасын жеңіп кеткен қаламаймын, Ордабасы Тараз жеңіп кеткен қаламаймын да, өйткені екі команда да тең түссе, ары қарай да екеуі де жарыса түседі да. Екеуі де жарыса түседі. Каспий ұтып кетсе Шахтерді. Иә, онда жоқ, қызық болады. Ордабасы негізі сырт алаңда Жас Қыранды 11-ші турда 0-5 есебімен жеңіп жүрген. Алматылы Жас Қыранды. Бірақ енді Жас Қыранның соңғы кездері құрамы жаңағыдай шикі болып жүр ғой. Ауысып жүруде. Осындай жағдайлар болып жүр. Жалпысында егер негіз құраммен келсе, Жас Қыран біраз қарсылық көрсетеді. Ернұрмен келісесіз бе Бақдәулет? Ернұр тең есеп болады деп. Мен келіспеймін бұл жерде. Менің ойымша Ордабасы жеңіске жететін сияқты сырт алаңда. Тараз емес. Тараз емес, Ордабасы осы Шахтермен соңына дейін екінші орынға талас жүргізетін сияқты көрінеді маған. Сонда Тараз бұл үштіктен шығып кетеді. Иә. Енді қызықты матч, бұл жерде енді жаңа біз айттық қой, Орынбасардың да составқа құрамға ілікпегені. Бұл жерде Таразда соңғы матчтар, соңғы турлары Нұрайдар Әскербек деген шабуылшы өте жақсы ойнап жүр. 11 ойын өткізген, негіз құрамда 8, қосалқы құрамда 3 ойын, 5 гол соққан және шабуылшыға дәл пас көрсеткіші 79% деген бұл өте керемет, иә? Тағы да кімді Тараз сапынан атап өтесіздер, жігіттер? Нұрайдардың негізі бар ғой, өткен ойында связка дейді ғой. Нұрдәулет жетіспеді. Анау негізі Нұрдәулет негізгі құрамның ойыншысы, оның орнына шыққан жігіт, енді расын айту керек, байланыс жоқ та. Нұрайдар допталады, бірақ бір шабуыл тез бастап кететін, бір қолпаштап жіберетін біреу жоқ болып тұрды да, көрініп тұрды.
Енді шын айту керек, бұндай ойындарда негізі жартылай қорғаныстағы жігіттерге өте ауыр соқты. Және ең бір жартылай қорғаныста өте жақсы ойнаған Азизжан Бердиев атты ойыншы бар. Команда капитаны 22-ші нөмірдегі. Өткенде QG лига құрамында болып шыққан ойыншы. Жалпы бұл жігіт енді барын салып ойнады, алаңға жанын берді десек болады. Және менің көз алдымда анау футболшыдан доп тартып алу үшін бар ғой, қайта подкатта жасайды, жейдесінен тартып тоқтатқысы кіреді, жанын салып жүр. Енді сол жігіт енді менің ойымша енді Тараздың бір нағыз капитан дегенге келетін секілді. Өйткені жігітте мінез бар, капитанға тән өзіндік бір қасиет бар. Енді осындай жігіттер бар кезде Тараздың нағыз характері көрінеді ғой. Енді жарайды, енді ол ойын оларға сабақ болды, бірақ дәл осы ойында Ордабасыға бір тең есеп сақтайтындай жігіттер бір дайындалып жатқан шығар деп ойлаймын өз басым. Әрине жеңіс үшін ойнайды, бірақ менің ішкі түйсігім тең есеп болады ау деп тұрмын. Жалпы ана жігіттерден сұрайсың ғой, өз алаңда ойнаған жақсы ма, сырт алаңда ойнаған жақсы ма? Олар бізге әсер етпейді дейді көп, бізге бәрібір дейді. Өз алаңда, сырт алаңда дейді. Сөйтіп айтады балалар. Негізі өте қатты әсер етеді. Әсіресе Астана жігіттерінің футболшылары, енді түсінікті ғой, оларда өз алаңында, жаңа айттың ғой сен, көп жанкүйер келе бермейді. Енді әрбір футболшыға футбол ойнап жатқан кезде жанкүйердің көптігі ол әрине бір сен тек қана Астана ойыншылармен сөйлесесің бұл жерде. Жалпы басқа ешкім келмейді ғой біз әзірше. Бақдәулет, Тараздың ойыншыларынан кімді атап өтесің? Ерсұлтан Байтен деген жігіт бар. Жаңа енді команда капитаны айтып отыр ғой Ернұр. Мен осы жігітті айтамын, ол да орталық шепте ойнайтын ойыншылардың бірі да, бірақ топты көп шабуылға жеткізіп беретін ойыншылардың бірі осы. Сол Астанамен ойында жеңіліп қалған кезде құрамдардың ішінде ойыншылардың жетпеген ойыншылардың қатарында осы Ерсұлтан Байтен де бар. Қазіргі біз білетін атақты футболшылардың қайсысына ұқсайды? Кім, Ерсұлтан ба? Канте, Гризман, Беллингем. Білмеймін, енді аса бір Модричке келе ме? Мен байқатпадым Ерсұлтан. Осыған дейін 12 ойынның 11-інде негізгі құрамда шығып жүрген, 12-ші турға дейін. 12-ші турда бапкер алып тастады. Ротация. Екінші қосалқы құрамынан шығарып отырды. Одан кейін Заур Рахимов деген енді ойыны жүрмеді Астанаға. Қосалқы құрамынан шықты және. Қосалқы құрамынан шықты ол да. Бірақ ол да осыған дейін негізі ойынды күшейтіп жүрген ойыншылардың бірі еді, енді көрсете алмай қалды сол кездерде. Және айта кетейікші, сол анау өткені Тараз ұпайларын көп алып алды ғой. Сол кезде ойнаған кезде жаңағы Тараздың командасының негізгі клубында қазір ойнап жүрген жігіттер ойнап берген болатын. Команда капитаны болған жаңағы аты есіме түспей тұр, бір ірі денелі мықты ойыншы болды, қазір сіздерге айтып беремін. Өте керемет ойнап жүрді. Және сол аталған ойыншы Әділет Мерибаланың қапталында ойнайды. Әділет шықты, өзінің 5-ші нөмірдегі ойыншы сол ойында. Және Әділет Өмей. Тараздың қазір негізгі құрамасын ойнап жүрген Мери Жамбыл екеуі. Және регламентке сай ол жақтан енді бәлкім келмей қалуы да мүмкін екен осы QG лигаға. Олар ары қарай Тараздың сапында ойындарын өткізе беретін секілді. Енді Ордабасы сапында бүгін Жахангер Илашевты ата кеткім келіп тұр. Жартылай қорғаушы 12 ойын өткізген, оның негізгі құрамында тек 4-еу қосалқы құрамынан шығып жүр, көбінесе жокер ретінде. Бірақ осыншама қосалқы құрамынан ойын өткізсе де 3 гол салған және 3 ассист берген. Жалпы енді Ордабасы десе енді түсінікті ғой, бір ғана футболшы есімізге түссе де, бірақ қалған 10 футболшында еңбегін атап өту керек. Бақдәулет, сен қалай ойлайсың, бұл Таразға қарсы ойында Ордабасы сапынан кімнің бағы жануы мүмкін? Білмеймін, осы Жахангер Ильяшевті да айтуға болады. Негізі жақсы ойыншы. Одан бөлек осы Шахтермен қарсы ойында Максим Гамаюнов өзін жақсы жағынан көрсеткен болатын. Және Жаслан. 5-ші Жаслан Әмір, 5-ші нөмірдегі ойыншы. Шабуылға да, қорғанысқа да керек. Бірақ енді ол гол соғады деп айта алмаймын, бірақ голдық пас беретін ойыншылардың қатарында осы жігіт бар. Және ойынды жақсы жүргізетін ойыншылардың қатарында бар Ордабасының. Ернұр, сенің ойынша? Енді Ордабасын шынын айту керек, сіз айтып жатырмыз, Жаслан Әмір, жаңағы тағы да басқа футболшылар көп. Бақдәулет, Нұралы, осы қалған турларда менің ойымша енді көп болды қазір көзге түспей жатыр. Сол бір 7 голмен қалып қойған сияқты. Бақдәулет енді өзін бір қамшыламаса қалып қояды, өйткені Азамат келе жатыр, қайраттықтар бар, оның артында Шахтер бар, жаңағы Глеб Олейник. Ол да әрбір тур сайын жақсы ойын көрсетіп жатыр. Ойыншылары ойыны мүмкін. Осы Бақдәулетке өзін қамшылап қазір енді Бомбардирлік кестеде көтерілуге мүмкіндік бар, Азаматтан асып кетуге. Енді көрейік, енді осы Таразбен қарсы ойында бәлки Ордабасын тағы бір жаңа есімдер шығатын шығар. Екінші айналым ғой енді, екінші айналым. Және сіздер байқадыңыздар ма? Қайсар командасы, одан кейін шатаспасам, Атырау командасы жаңа ойыншылармен толығып жатыр. Дазаявка дейді ғой, Дазаявка. Ендеше құрметті көрермендер, бұл ойынды ертең сағат
17:00-де Инспорт арнасынан тікелей эфирде көре аласыздар. Тараз Ордабасы ойынын біздің әріптесіміз Ернұр Дүйсенғазы жүргізеді. Тағы да бірнеше минуттарымыз бар екен. Жігіттер, басқа да ойындарға тез-тез шолу жасап көрейік. Қайсар Астана. Қайсар 3-ші рет қатарынан бағдарлы жеңіске жете ала ма? Әлде Астана соңғы жеңістен кейін бір керемет футбол ойынын көрсетіп, сырт алаңнан 3 ұпай алып кетіп, 3-тікке таласуды жалғастыра ма? Енді мен жерлестеріме қатты сеніп отқан жоқпын. Бұл ойында. Бұл ойында. Сен жалпы енді Астана тұрғандықтан астаналықтар да саған бір ыстық болып маған жақын болып көрінді астаналықтарда. Бірақ дегенмен енді Қайсар егер осы ойын жеңетін болса, онда одан кейін Қайсарды Ақтөбеде тобылда тоқтата алмайтын сияқты көрінеді. Сондықтан өз үйінде осы Астананы жеңу өте маңызды Қайсар командасы үшін деп ойлаймын. Бірақ дегенмен астаналық жігіттер соңғы Таразды жеңіп алғаннан кейін бір ерекше шабыттанып жүрген сияқты. Енді көрдік қой жігіттерді, өзімді көрдің көздерінде отпен ойнап жатыр ана жігіттер. Қалайда 3-тікке кіруін тапсырылған Астана командасының бапкерлік ұжымына, ойыншыларға соған жету үшін барлығын жасайды Астана. Түсінікті. Ақсу Ақтөбе осы QG лиганың аутсайдерлары. Ернұр, сен ойынша Ақсу Ақтөбе ойында кім жеңіске жетеді? Менің ойымша Ақтөбе жеңеді енді. Бұл да андай бір Ақсуға неге ешкім сенбейді осы жалпы? Енді сен алатындай результат жоқ қой. Статистикаға қарайтын болсақ, статистикасы да Ақсу былай тұрақты жеңіліп тұрады. Ақтөбе командасы, Ақтөбе алдында білесіңдер. 8 ойыннан кейін алғаш жеңіске. Кімді жеңіп алды осы Таразды ғой деймін. Жеңіп алды бір ойында. 9-шы турда. Сосын Ордабасыны жеңіп алды. Өз арасында жеңіп алатын сәттері болады Ақтөбе командасының. Осында жеңістерге жетеді, бірақ дегенмен 11-ші орында жүр. 4-ші тамыз күні Қайрат Жасқыран. Бұл ойында біз сол жексенбі күні өтетін 16:00-де QG Live студиясында жіті талқылайтын боламыз. Каспий Шахтер. Шахтер сырт алаңда Ақтауда енді бүкіл командалар өте қиын ойнау, өйткені климаты да бар. Қайрат тіпті шақ қол салып кетті 3-0. Сол кезде матчдай болған. Шахтер сырт алаңда жеңіске жетеді деп ойлайсыздар ма? Менің ойымша, бірінші айналымдағы ойынды мен өзім жүргізгем, сол кезде Шахтердің алаңында болды. Қарағандыда есеп 0-4-мен аяқталды. Және сол Нұрсұлтан Абдулла мақтауымызды асырып, сол жігіт гол соққан. Сол жалғыз ғана гол соқты. Оның өзі жеке шеберлік. Сол матчта соғылғанша Қарағандыда өткен. Енді менің ойымша бұл кездесуде Шахтер енді есе қайтарады. олар өз үйінде жеңілді ма, енді сырт алаңда жеңеді енді. Жауап болатын сияқты менің ойымша. Шахтер жеңіске жетеді. Шахтер жеңіске жетеді міндетті түрде. Каспий өткен Жасқыранға қарсы ойында өздерін көрсете алмады. Білмеймін, командада не болып жатқанын түсінбей қалды. Ақтауда өте жақсы ойнап жатыр ғой Каспий. Бірақ өз үйінде жақсы ойнайды. Өз үйінде жақсы ойнайды. Бірақ дегенмен бұл жерде басқа командалармен Шахтерді салыстыратын болсақ, Шахтер ондай қысымға төтеп бере алатын команда. Анау профессионалдық деңгейге бір жақын команда. Сол бағана біз лиганың директоры Роқшпен сөйлескен кезде жалпы осы Қайратқа жақын жаңағы ынтасы жөнінен, команданың инфраструктурасы жағынан, жалпы ішкі байланыс жағынан осы Қарағанды Шахтерді атап өткен. Сен де байқадың. Атырау Тобыл. Ернұр, бұл ойында сенің ойынша фаворит кім? Атырау міндетті түрде. Өйткені Атырау өз алаңында Жасқыранды жеңген. Атырау өз алаңында ол Ақтөбеден ұпай алған. Атырау ол өз алаңында Каспийге барын салып ойнаған. Соңғы турда Ақтөбені ұтты. Ақтөбені, Енді менің ойымша Атырау міндетті түрде жеңіске жетеді. Астанаға қарсы ойында да жеңген білесіздер. Ол кезде де болжадық екенбіз білесің. Қайсарға жеңіліп қалды. Қайсарға жеңіліп қалды. Қайсарға бірақ жеңіліп қалды. 11-ші турда Қайсарға жеңіліп қалды. Соның нәтижесінде Атырау командасы қазір 3-тікке таласпай жүр. Болмаса негізі ол қазір 6-ші орында бар. Жүретін жер еді. Егер сол ойынды жеңгенде Қайсар аутсайдер болды енді ол жерде. Атырау одан жоғары кетті. Егер ол ойын жеңгенде, онда ол да сол 20 ұпай, 21 ұпаймен Ордабасы Тараздың қасында тұратын еді. Қазір сол 3-тікке таласу үшін барын салып ататын еді. Сондықтан Атырау осы ойынды жеңу маңызды, және Тобыл қатты қарсылас емес. Батыстық ұжым бір қалпақпен ұрып алатын шығар. Оңай бір 3 ұпайға жетеді деп ойлайсыз ғой. Рахмет жігіттер, осылайша біз сіздермен 12-ші турды талқыладық, 13-ші турға кішігірім андатпа жасадық. Құрметті көрермендер, осылайша QG Live студиялық бағдарламасы аяқталды. Бізбен бірге QG лиганы көріңіздер. Инспорт телеарнасында әдеттегідей сенбі жексенбі күні өте қызықты ойындарды жіберіп алмаңыздар. Сау болыңыздар.